Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті халайық, құрметті қазақ елі. Біз сіздерге Алтын Орда империясының бір бөлігі саналған Ақ Орда мемлекеті немесе Ақ Орда ұлысы туралы тарихты айтқан болатынбыз. Енді бұл жолы сіздерге сол Алтын Орда империясының тағы бір маңызды бөлігі, яғни ең үлкен ұлыстарының бірі болған Көк Орда. Міне, осы Көк Орда кейінірек бірнеше хандыққа ыдырап кеткен болатын. Міне, солардың ішіндегі Алтын Орданың ең соңында қалған шағын ғана бөлігі немесе шағын ғана ұлыс дәрежесінде болған мемлекет деп айтуға да болады. Үлкен Орда туралы айтамыз. Алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз, біздің каналға тіркеліңіз, қолдау білдіріңіз. Сіздер Үлкен Орда мемлекет туралы мүмкін естімеген болуыңыз мүмкін. Себебі бұл сөз тарихта көп кездесе бермейді. Тек кейіннен бұл Алтын Орданың ең соңында қалған шағын бөлігі деп тарихтарда келтіріледі. Ол қалай дейсіз ғой? Үлкен Орда дегеніміз бұл кезіндегі Алтын Орда империясы бар ғой. Оның құрамына Қазақстан жер тұтасымен Қазақстан жері кірді, Өзбекстанның солтүстік аймақтары, яғни Хорезм аймағы, онымен қатар бүкіл орыс жері осы Алтын Орданың бағынышшысы болды. Сонымен қатар Шығыс Еуропа, оның ішінде айтатын болсақ, анау Польша жеріне дейінгі аумақтардың барлығы осы Алтын Ордаға бір кездері бағынышты болған еді. Яғни Болгария дейміз бұл жерде, Молдова дейміз, Украин жер дейміз, Міне, осылардың барлығы бірігіп келіп Алтын Орда империясының құрамына кірген болатын. Бірақ кейіннен, уақыт өткеннен кейін Алтын Орда империясы өзара таққа таластың нәтижесінде және билердің болсын, басқа да, яғни жоғары билікке таласқан әулеттердің дейміз бе, немесе хандардың, сұлтандардың өзара таққа таласуының нәтижесінде Алтын Орда бір кездердегі ең қуатты империялардың бірі болған Алтын Орда қайтадан бірнеше хандыққа, ұлыстарға ыдырап кетті. Алдымен ұлыстарға ыдыраған болатын, яғни ірі бөліктерге. Негізінде бұл жерде айтатын болсақ, ұлыстарға деп отырғанымыз, алдымен Алтын Орда империясы құрылатынның алдында Жошы ұлысы, яғни тақтың ең алғашқы иегері болатын Орда Ежен, үлкен таққа өзін емес, ол інісі Батуды ұсынған болатын. Сол арқылы Алтын Орда империясының алғашқы негізін қалаушы ретінде Бату тарихқа енді және Европада қаншама иеліктерді жаулап алды да тұтас империяның негізін қалады. Міне, сол кездің өзінде Алтын Орданың құрамында бірнеше ұлыс жартылай тәуелді немесе белгілі бір дәрежеде тәуелділікте өмір сүріп жатты. Олардың ішінде өздеріңіз білетін Алтын Орда, Ақ Орда және Көк Орда. Біз сіздерге өткен жолы Алтын Орда туралы айттық және Ақ Орда туралы айттық. Енді Көк Орда туралы айтамыз. Міне, Көк Орда деп отырғанымыз, Көк Орда, оның өзі бірнеше хандықтардан тұрды. Міне, сіздерге айтып берейік сол Көк Орданың негізгі хандықтарын. Оның ішінде біз білетін Қазан хандығын айтуға болады. Яғни Қазан хандығы кезінде бұлғарлар мемлекетінің орталығы болған. Сонымен қатар сол аумақта өмір сүрген Ноғай мырзалары билік еткен Ноғай ұлысы немесе Ноғай ордасы немесе Үлкен Орда Ноғайлары деп айтылады көбінесе тарихтарда. Сол да Көк Орданың құрамында болды. Және Қырым хандығы, яғни Қырым түбегінде Қара теңіздің солтүстік аймақтарында және Дон өзені, Дунай өзенінің аралығына өзінің белгілі бір билігін жүргізген Қырым хандығы да осы Көк Орданың бір аймағы немесе бір бөлігі саналды. Және сонымен қатар Қасымов дейтін кейінірек Мәскеу мемлекетінің құрамында қосылып, оның автономиясы болды. Кейіннен тарихқа қарайтын болсақ, атақты Тәуекел ханның інісі, немере інісі деп те айтуға болады. Ондан сұлтанның ұлы Ораз Мұхаммед дейтін сұлтан кейінірек осы Қасым қаласында таққа отырып, бірақ ол Мәскеу мемлекетінің құрамында, бірақ өзінің белгілі бір хандық басқару жүйесі бар, сондай ұлыс болған, яғни хандық деп те айтуға да болады. Бірақ Мәскеу мемлекетінің құрамында. Сонымен
Ноғай ордасы, сонымен қатар Қазан хандығы солтүстіктегі, одан кейін және одан кейін Астрахан хандығы, яғни Еділ өзенінің төменгі сағасында орналасқан Астрахан хандығы, Қырым хандығы. Міне осылардың барлығы Көк Орда, бір кездері Көк Орда ұлысының жеке-жеке аймақтары болған. Енді біз сіздерге сол Көк Орданың негізгі бөлігі немесе орталығы деп айтуға болады. Сол Көк Орданың бірлігін қайтадан қалпына келтіруге тырысқан және соған ұмтылыс жасаған үлкен орда туралы айтқалы отырмыз. Бұл үлкен орда сол Көк Орданың дәл ортасында орналасқан деп айтуға болады. Себебі оның солтүстігінде Қазан хандығы жатыр, оңтүстігінде Астрахан хандығы жатыр, шығысында Ноғай ордасы, батысында Қырым хандығы. Міне көрдіңіздер ме? Ортасында үлкен орда орналасқан. Бұл географиялық түрде алып қарайтын болсақ, Еділ өзенінің батысына қарай, Дон өзенінен шығысқа қарай осы Еділ мен Дон өзені, ал солтүстікте Мәскеу князьдігі немесе Қазан хандығы және оңтүстікте Кавказдың солтүстік аймақтарына дейінгі аралық немесе Мажар жер деп айтады көбінесе. Осы аймақтардың барлығына үлкен орда иелік етті. Осы үлкен орданың саяси картасы деп те айтуға болады. Сонымен үлкен орда көбінесе осы басқа айтып отқан, жаңа біз айтып отқан Қазан хандығы дедік, Астрахан хандығы дедік қой, мысалы Қырым хандығы дедік, бірақ үлкен орданың хандары өздерін ең үлкен ханмын деп санады, өздерін былай айтқанда. Ең үлкен ханмын деп санады және оған өздерінің заңды құқықтары бар екенін алға тартты. Себебі өзі мемлекеттің өзінің атауы айтып тұр ғой, үлкен орда хандығы, яғни үлкен орда. Бұған қандай мысалды айтуға болады? Мысалы, мына мысалды былай тарихи мысал ретінде қарап көруге болады, бірақ енді дәл сондай деп айта алмаймыз. Тек былай сіздерге түсінікті болу үшін былай айтып көрейік. Мысалы, біздің Қазақ хандығы Әз Тәукенің кезінде тұтас мемлекет болды, иә? Бірақ әлі де болса кіші жүз, орта жүз және ұлы жүз өмір сүріп жатты ғой. Әр ұлыс өз алдына. Бірақ оларда жеке-жеке хандар немесе үлкен дәрежедегі сол ұлысты басқаратын, мысалы кіші жүзді Әйтеке би, орта жүзді Қазыбек би, ұлы жүзді Төле би атынан белгілі бір ханның өзінің қасында отырған билері арқылы сол аумақтарды немесе ұлыстарды басқарып отырды Әз Тәуке Түркістан қаласында отырып. Міне, бірақ уақыт өткеннен кейін, Әз Тәуке дүниеден өткеннен кейін оның мұрагерлері сол тұтастықты немесе сол бірлікті сақтай алмады. Содан кейін кіші жүз жерінде Әбілқайыр хан билік басына келді, орта жүзде мысалы Сәмеке немесе Әбілмәмбет билік етті, ұлы жүзде Жолбарыс хан билік етті. Көрдіңіздер ме? Жеке-жеке хандар, кіші хандар билік етті, бірақ анау Түркістан қаласында отырған хан өзін үлкен ханмын деп санады. Мысалы, Абылай ханның өзінде, Абылай ханның дәуірінің өзінде ойлап қарасақ, Түркістанда Абылай хан отырып өзін үлкен хан ретінде шетелдік дипломатия жасады, басқа мемлекеттің басшыларымен, елшілерімен кездесті. Бірақ айналып келгенде кіші жүз жерінде сол Әбілқайырдың ұрпақтары, мысалы Нұралы хан өзін хан ретінде солтүстіктегі Ресеймен, оңтүстіктегі Хиуа хандығымен өзара байланыс жасап отырды. Бірақ Нұралы хан дейтін атағы бар. Ұлы жүз жері әрине ол кезде көбінесе жоңғарлардың вассалдығында болды. Ал бірақ Абылай хан бүкіл қазақ жерінің бірден бір билеушісі ретінде өзін шет елден келген үлкен елшіліктер, мысалы Қытайдан келген елшіліктер, Ресейден келген елшіліктерге өзін бүкіл қазақ жерінің ханы сияқты сезінді, немесе ұсынды деген сияқты. Міне, бұл толықтай міне дәл осындай мысал деп айтуға болмайды, бірақ шамамен осындай мысал ретінде сіздерге жаңа түсінікті болу үшін айтып отырған ғой бұны. Үлкен орда деп отырғанымыз дәл сондай. Бірақ бұл жерде бір айырмашылық бар, жаңа біз айтқан мысалдан бір айырмашылық бар. Себебі үлкен орда мемлекеті бұл жерде Қырым хандығына, жаңа біз айтып отқан Қазан хандығына, Астрахан хандығына айттық қой, Көк Орданың кезіндегі аумақтары болған. Бірақ бұларға үлкен орда, үлкен айырмашылығы.
тікелей билік жасай алған жоқ. Яғни бір тудың астында біріктіре алған жоқ. Бұлар жеке-жеке хандық ретінде өмір сүре берді. Тек үлкен орда деген аты ғана бар. Міне бұған мынадай мысалды айтуға болады. Ойлап қараңыздаршы. Кезінде Шыңғыс хан өзінің ұрпақтарына немесе 4 ұлына негізгі 4 иелікті бөліп берді ғой. Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле. Осылардың жеке-жеке ұлыстары болды. Кейінірек Илхандар мемлекеті құрылды. Мына Иран жерінде көбінесе мына оңтүстік Парс аумақтарында, одан кейін солтүстікте Алтын Орда мемлекеті өмір сүрді. Шағатай хандары мына Мауреннахр жерінде, Жетісу аймақтарында билік құрды ғой. Және үлкен хан немесе ұлы хан ретінде тақта отырған анау Қарақорым, одан кейін Пекин сарайына ауыстырылды ғой. Бірақ Құбылай ханға, мысалы, Құбылай ханға Алтын Орданың болсын, Илхандар мемлекетінің болсын, немесе Шағатай әулетінің кейінгі ханзадалары немесе билеушілері Құбылай ханға бағынышты болған жоқ. Бірақ Құбылай хан өзін үлкен хан ретінде көрсете алды. Бірақ бұлар жеке-жеке мемлекет ретінде өмір сүріп жатты. Міне, бұл мысал шамалы, осы біз айтып отырған тарихқа шамалы ұқсас мысал ретінде қарастыруға болады. Үлкен ортада билік еткен хандар, мысалы қазір біз айтайын деп отырған Ахмет хан, Сейд Ахмет хан дейміз, одан кейінгі басқа билеушілер өзін үлкен хан ретінде санады. Бірақ Ноғай хандары, немесе Ноғай мырзалары, Қазан хандары, Қырым хандары үлкен орданың ханын өзінің билеушісі ретінде мойындаған жоқ. Және олар тәуелсіз мемлекет ретінде өзінің өмір сүруін одан әрі жалғастыра берді. Сонымен, енді қайтадан осы үлкен орданың тарихына келейік. Себебі біз осы үлкен орда деген сөздің қайдан шыққанын және ол қандай мағына білдіретінін айтып келдік қой. Енді үлкен орда бұл көбінесе орта ғасырлық термин ретінде қолданылады. Көбінесе мына жаңа біз айтып отқан көк орда хандарының билік еткен аумағы ретінде. Сонымен Қазан хандығы 1438 жыл шамамен өзінің тәуелсіздігін алып та жеке хандық болды. Қырым хандығы 1441 жыл шамамен мына Герейлер әулеті дейміз ғой, мысалы Хажы Герей, Мехмет Герей, сол сияқты Герей әулетінің хандары өз алдына хандық құрды және өз алдына билік етті. Ноғай ордасы бұл да шамамен сол аумақтарда 1440 жылдардың шамасында Ноғай ордасының билеушілері немесе мырзалар дейміз, Жаңбыршы, Мұса дейтін сондай өзінің атақты билеушілер бар, осы Ноғайдан шыққан. Олар да өз алдына тәуелсіздік алып, жеке билік ете бастады, Жайық пен Еділдің аралығында. Енді осы көк орда мемлекетінің қайтадан сол кезіндегі даңқын қалпына келтіру үшін үлкен орданың хандары немесе үлкен орда хандығының негізін қалаған Сейд Ахмет хан деген билеушісі ұмтыла бастады. Яғни кезінде қолдан шығып кеткен Қазан хандығын, Қырым хандығын, Астрахан хандығын және басқадан Ноғайдың мырзаларын қайтадан бір мемлекеттің құрамына біріктіру үшін Сейд Ахмет ұмтылыс жасады. Енді Сейд Ахмет бұл жерде қайдан шықты? Сейд Ахмет деп отырғанымыз бұл кезіндегі Әмір Темірмен соғысқан және Алтын Ордадағы билікті қайтадан күшейту мақсатында таққа келген және кезінде Мәскеу қаласын өртеп жіберген Тоқтамыс ханның немересі болатын Сейд Ахмет. Бұл атақты Шыңғыс ханның ұрпақтары болатын. Сонымен үлкен орда мемлекеті құрылды шамамен 15 ғасырдың ортасына қарай. Сол кезде үлкен орданың аумағын жаңа біз айттық, Еділ өзені мен Дон өзенінің немесе көбінесе Тана өзені деп айтылады тарихтарда. Осы аралықта үлкен орда мемлекеті өте күшті рөл ойнаған, яғни саяси рөл ойнаған. Бұл Шығыс Европаның тарихында көбінесе үлкен орда шешуші қадамдар жасап отырған. Үлкен орданың ықпалының күштілігін біз оның әскер санынан да көруге болады. Ол кездері шамамен 100 мыңға дейін әскер жасақтай алған. Бұл дегеніміз өте үлкен әскери қуаттылықты білдіреді. Сол кездегі, яғни орта ғасыр шамамен 15 ғасырдың ортасында бұл үлкен әскери күшті білдіреді. Сонымен Сейд Ахмет хан
осы мемлекеттің негізін қалап, кезіндегі уыстан шығып кеткен хандықтарды қайтадан біріктіруге тырысты. Бірақ оған қарсылық басталды. Себебі енді мына кезіндегі көк орданың құрамында болған мемлекеттер қайтадан орталық билеушіге, яғни сарай қаласына бағынышты болғысы келмеді. Осы арқылы 1455-56 жылдары Қырымның ханы, Қажы Герей дейтін ханы Үлкен Орданың қаншама әскерін жеңіп шығып, Үлкен Орда ханын Еділ бойына көшуге мәжбүр етеді. Сонымен, осы кезді пайдаланған 1459 жылы немесе өзара түсініспестіктің нәтижесінде Үлкен Орданың құрамынан Астрахан хандығы бөлініп шығады. Бұл Махмұд ханның кезінде жүзеге асқан болатын. Яғни, бұл өз бауырына қарсы шыққаннан кейін Махмұд хан өз алдына билік еткісі келіп, Қажы Тархан қаласына немесе Астрахан қаласына қашып келіп, кейіннен Астрахан хандығының негізін қалаған болатын. Үлкен Орда ханы енді белсенді саяси әрекеттерге кірісті. Алдымен жақын орналасқан мемлекеттермен, соның ішінде оңтүстікте жатқан Осман империясымен достық байланыс ұмтылуға тырысқан болатын. 1476 жылы Үлкен Орда мен Осман империясының арасында достық байланыс жасалды. Сонымен бірге Литва князьдері, яғни ол кезде Литва князьдері Шығыс Еуропа жерінде өте маңызды рөл атқарған. Тіпті Мәскеу мемлекетіне үнемі қауіп төндіріп тұрған Литва мемлекеті, немесе Литва князьдігі. Сонымен қатар Польша жеріндегі билеушілер де осы Литва дейміз, Польша дейміз, осы мемлекеттермен Үлкен Орда мемлекетінің ханы достық байланыс орнатты. Бірақ осының нәтижесінде Қырым хандығымен және Мәскеу мемлекетімен болған соғыстарда Ахмет хан, яғни Үлкен Орданың ханы жеңіске жете алмады. Мәскеу мемлекетін қайтадан Үлкен Ордаға салық төлеп тұруға көндіре алмады. Осыдан кейін Сібірдің ханы Ибақ және Ноғай мырзалары Мұса мен Жаңбыршылар бірлесе отырып, Ибақ ханды өлтіріп, Үлкен Орда мемлекетін басып алуға әрекет жасайды. Бірақ Ибақ хан дүниеден өткенімен, оның ұрпақтары оған жол бермейді, яғни Үлкен Орда мемлекетін түбегейлі басып ала алмады. Бірақ кейіннен 1502 жылы Қырым хандығы шабуыл жасап, Үлкен Орданың Еділге дейінгі аумағын жаулап алады. Осыдан кейін мемлекет, яғни Үлкен Орда мемлекеті өзінің өмір сүруін тоқтатқан болатын. Міне, көріп отырсыздар ма? Үлкен Орда мемлекеті туралы жалпы тарих осындай. Ал сіз Үлкен Орда мемлекеті туралы және оның хандары туралы тағы қандай деректерді білесіз? Егер сізге осы айтылған тарих қызықты болса, оны басқа таныстарыңызға, достарыңызға, бауырларыңызға, жалпы тарихқа қызығатын таныстарыңызға таратып жіберіңіз.